Сенде актерлық қабілеттің бар екеніне жеті белгі. Кеттік. Бірінші белгі. Сен өмірдегі әрбір детальге өте мұқият қарайсың, өте мұқият назар аударасың. Ол қалай қарап тұр, қалай сөйлеп тұр, қалай кетті, қалай тұрды, қалай отырды. Әрбір нәрсеге өте мұқият зер салып қарайтын қабілетің бар. Бұл жай ғана қызығушылық емес, бұл зерттеу. Ал зерттеу бұл актердің бойындағы ең маңызды қабілеттердің бірі. Екінші, сен өмірдегі әртүрлі жағдаяттарда ойнай аласың. Яғни жылау, күлу, қайғыру, қуану, тағы да басқа сияқты өмірдегі жағдаяттарды сен өзіңнің басыңнан кешіре отырып сомдай аласың. Ондай қабілет сенде бар болса, демек сен актер болатын адамсың. Үшінші, сен адамдармен өте ыңғайлы сөйлесесің. Яғни адамдарға сенмен сөйлесу өте қызық және оңай. Себебі кез келген тақырыпта, кез келген атмосферада сен адамдармен әңгімені жалғап кете алатын жақсы қасиетің бар. Номер 4. Кез келген жерде, қай жерде жұмыс істесең де, қай жерде оқысаң да, немен айналысып жатсаң да, сен өзіңді ерекшелік көрсеткің келеді. Яғни барлық жерде сен назарға түсуді көңілің қатты жақсы көріп тұрады. Мейлі сен магазинде сатушысың, мейлі сен студентсің, мейлі сен медиксің, кез келген салада жүрген кезде сен өзіңді ашық, керемет етіп көрсеткің келеді. Яғни актердің тағы да бір қасиеті бұл өзін әдемі көрсете білу. Номер 5 белгі. Кейде киноларда, спектакльдерде өзің ұнатып қалған бір кейбір геройларды немесе героиняларды сен өзіңмен өзің әсіресе жеке қалған кезде сомдап ойнап көресің. Бұл саған өте қатты ұнайды. Кейде айнаның алдында, кейде өзіңнің жеке бөлмеңде, кейде тіпті автобуста, таксиде сен көбірлеп, соның айтқан сөздерін, текстерін, кейбір бір болған оқиғадағы жағдаяттарын сен іштей өзің сомдауды жақсы көресің. Актердің бойындағы келесі қасиет осы. Және номер 6, сен өте ұятсызсың. Яғни кез келген ортада, достардың ортасы, отбасы болсын, кез келген жерде сен ұялуды ең соңғы план қоясың. Яғни сен оңайлықпен ұяла бермейсің. Өзіңнің ойыңды сыртқа шығару, айту, айтатын жерде айтып қалу, үндемейтін жерде үндемеу, еркін күлу, еркін жылау, бұл эмоцияны еркін шығару, бұл актердің бойындағы келесі 6 қасиет. Соңғы 7 қасиет бұл эмоция. Яғни сен өмірде эмоцияны өте еркін түрде қолданасың. Қай жерде айқайлап күліп алғың келеді, сен сол жерде айқайлап күле саласың. Сен ұялмайсың. Қай жерде сен жылағың келеді, көзіңнен жасыңды сығып ала саласың. Жақсылап құшақтаған кезде құшақтай саласың, қолынан қысқың кезде қыса саласың, айқайлап жіберген кезде айқайлап жібересің. Сен былайша айтқанда іштегі тығылып жатқан барлық қандай эмоциялар бар, оның барлығын сыртқа еркін түрде шығаруды жақсы көресің. Егер де осы айтылған 7 қабілеттің барлығы сенің бойыңда болатын болса, онда сен болашақ актерсің. Қай осы аталған қабілеттер сенің бойыңда бар? Комментарийға жазып кет. Қарайық, талқылаймыз. Сендермен бірге актер, режиссер, педагог, драматург Еркебұлан Жолдасов.